Қайырлы күн оқушылар. Сендермен 6 сынып математика номері 511 есепті қарастырамыз. Бөлуді орындаңдар дейді. Мына ережені былай жазып алайық. Бірінші мында жазып қояйын. Егер біз минусты бөлсек плюсқа, онда бізде жауап минус шығады. Егер плюсты бөлсек минусқа, онда бізде минус шығады. Егер минусты минусқа бөлсек, онда бізде плюс шығады екен. Осы ережеге сүйене отырып, мына есептерді шығарайық. Біріншісі, негізінен 42-ні 3-ке бөлсек, бізде 14 шығады, бірақ минус 14 шығады. Екіншісі, 78-ді негізінен 26-ға бөлсем 3 шығады, бірақ минус 3 шығады. Үшіншісі, мынау негізі 36-ны 4-ке бөлсем 9 ғой, бірақ мына жақта плюс 9-ны 0,9 шығады екенін басқа түспен жазып шығайыншы. Келесі 72-ні негізінен 3-ке бөлсек 26 шығады ма? 26, бірақ бізде минус 26 шығады екен. Келесі 76-ны біз 19-ға бөлеміз. Шамамен шығуы керек. 4-ке көбейтсем бізде 4 шығады, бірақ бізде минус 4 шығады. Келесі бізде жоқ, мына жақта 26 емес, мына жақта 24. Мынау 24. Келесі бізде 68-ді 34-ге бөлем. 2 шығады, плюс 2 өйткені минусты минусқа бөліп жатырмыз. Келесі 6,3-ті бөлеміз 0,9-ға. Негізі 63-ті 9-ға бөлсем 7 шығатынын білеміз ғой. Бұл жерде бізде плюс 7 шығады екен. Келесі бізде негізінен 54-ті 3-ке бөлсек, біз білеміз 18 шығатын, бірақ бізде минус 1,8 шығады. Келесі 270-ті бөлейік 5-ке. Біз 270-ті 5-ке бөлгенді негізі білеміз, ол 54 екенін, бізде плюс 54 шығады. Келесі 24-ті 8-ге бөлсек, негізінен 3 шығатынын білеміз, мына жақта бізде 3, бірақ бізде минус 3 шығады екен. Келесі 155-ті 5-ке бөлсем, 31 шығу керек, шамамен так. Негізінен, бірақ біз 15,5-ті бөліп жатырмыз 5-ке, сонда бізде 31 емес, минус 3,1 шығады. Келесі 8,7-ні бөлейік 3-ке. Негізі 87-ні 3-ке бөлсем 29, бірақ бізде 2,9 шығады. Сонымен 511 есебіміз аяқталады екенін. Келесі бізде номер 512 есеп. Біріншісі, бөлшектің бөлімінде 3 тұр, алымында 2 тұр. Мен мына бөлуді бірден көбейтуге айналдырып жазайын. Көбейту деймін. 2 негізінен алымында тұр, бірақ біз оны бөліміне жазамыз. 2 мен 2 қысқарады, сонда минус 3-тен 1. Екіншісі бізде минус 4-тен 3 көбейтуге айналдырамын. Мына аралас санды бірден бүтінге айналдырайын. 1-ді 2-ге көбейтсем 2, алымындағы 1-ді қоссам 3. Мына 3-ті бөліміне 2-ні алымына жазам. Енді қысқаратындарды қысқартам. 4-ті 2-ге бөлсем 2, 2-ні 2-ге бөлсем 1. 3-ті 3-ге бөлсем 1, 3-ті 3-ге бөлсем 1. Сонда минус бізде 2-ден 1 шығады. Келесі 4 бөлінген, негізден минус 2-ден 1 болу керек, бірақ мен 2-ні алымына көтеремін, 1-ді бөліміне жазам. Көбейту. 4-ті 2-ге көбейтсем минус 8 шығады. Келесі 5, 1-ден көбейту деп жазамын. Минус 5 бөліміне 8 алымына жазам. 5 пен 5-ті қысқартамын, тең минус 8 шығады екен. Келесі бізде минус, бөлшектің бөлімінде 6, алымында 5. Көбейту деймін, минус, бөлшектің бөліміне 5-ті жазамын, 12-ні алымына жазамын. 6 мен 12 қысқарады, 1, 2, мында 1. Минус мында 1 бар, сонда мына жақта плюс 2 болады екен.
Мына аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырайық. Минус бірінші тұрған жай бөлшектің бөлімі өзгермейді. 3-ті 4-ке көбейтсек 12, 12-ке 3-ті қоссақ 15, онда алымына 15 жазамын. Көбейту деймін. Мынаны көбейту деп алмастырғаным үшін мынаның алымы мен бөлімінің орнына ауыстырамын. 2-ні алымына жазамын. Мынаны 1-ді 2-ке көбейтсем 2, алымдағы 1-ді қоссам 3. Онда бөліміне 3 жазамын. 15 пен 3-ті қысқартсам, мында 5, мында 1. 4 пен 2-ні қысқарам, мында 2, мында 1. Сонда бізде жауап минус 5 шығады. Келесі, мында бізде 4-шісінен осын бір ашып жазып көрейік. Бөлшектің бөлімінде 3 бар, минус. 4-ті 3-ке көбейтсем 12, 12-ге 2-ні қоссақ, бізде 14. Көбейту деймін, бөлу дей тұрайық әзірге. Бөлшектің бөлімінде 9, алымында 2 екен. Минус 14 бөлу 3. Көбейтілген көбейтуге алмастырғаным үшін алымдар мен бөлімдердің орнына ауыстырамын. 14 пен 2-ні бөлсем 7, мында 1, мында 3. Сонда минус 21 екен. Келесі, бөлшектің бөлімінде 4, 6-ны 4-ке көбейтсем 24, алымындағы 1-ді қоссам 25, минус екен. Ары қарай бөлу дейік. Бөлшектің бөлімінде 8, алымында 5, тең. Минус бөлшектің бөлімінде 4, 25. Көбейту деймін. 8 бөлшектің алымында, мында 5. 25 пен 5-ті қысқартсам, мында 5, мында 1. 2. Сонда минус 10 шығады екен. Әрі қарай номер 513-ші есеп. Біріншісі бізде минус бөлшектің бөлімінде 2 бар. 7-ні 2-ке көбейтсем бізде 14 шығады. 14-ке 1-ді қоссам 15 екен. Мынау негізінен бөлшектің алымында тұр, негізі 1 бөлінген деп. Бұны енді ауыстырамын. 2 бөлшектің бөлімінде 15-ні алдында минусы бар екен. Көбейту деймін. Бөлшектің бөліміне 5-ті жазамын, мында 1-ді жазамын, алдында минусы бар. 15 пен 5-ті қысқартайық, мында 3 екен. Минус пен минус көбейтіліп плюс болады. 2-ден 3 немесе 1,5 екен. Келесі бізде екіншісін жазайық. Екіншісі минус бөлшектің бөлімінде 5 бар. 8-ді 5-ке көбейтсек бізде 40. Алымындағы 2-ні қоссам 42 екен. Бөлшек бөлу 7. Тең мынаның негізі бөлімінде 1 бар. Минус 5 бөлшектің бөлімінде 42. Көбейту деймін. Бөлшектің бөліміне 7 жазамын, алымына 1 жазамын. Енді қысқартамын. 42 мен 7 6-ға 42-ні 7-ге бөлсем 6 қалады, 7-ні 7-ге бөлсем 1. Бөлшектің 6 бар бөлімінде, алымында 6, 5. 1,5-тен 1, келесі. Үшіншісі бізде минус бөлшектің бөлімінде 5, 11-ді 5-ке көбейтсем 55, алымындағы 1 мен 56 екен. Бөлу деймін. Бөлшектің алымында 6 бар, бөлімінде 1 бар, тең минус 56 бөлшектің бөлімінде 5. Көбейту 6 бөліміне түсіп кетеді, 1 алдында минусы бар екен. 56-ны 6-ға бөлсек, бізде көбейту кестесінде бар бізде бұл, Так, тұрайық, точно 56-ны. 11 десе 56, мында қысқармайды ма? Так, 56-мен қысқармайды. Мында 30 минус, так, 56. Екеуі де негізінен 2-ге қысқарады, Так, 2-ге қысқартсам, мына жақта бізде 28 болады. Мына жақта бізде 30 екен, тағы да, мына жақта 15. Осылай қалдырамыз. Келесі, 4-шісі бізде бөлшектің бөлімінде 5, 13-ті 5-ке көбейтсем 65, 65-ті 4-ті қоссақ 69, бөлу деймін, минус 6 бөлінген 1. Келесі 69 бөлшектің бөлімінде 5. Көбейту деймін, 6-ны бөліміне жазамын, 1-ді жазамын. 69 бен 6-да екеуі де 3-ке бөліме болады. 69-ды 3-ке бөлсем 23, мына жақта 2 екен. 10, мында 23, немесе бұл 2,3. Бізде бір ғана минус бар, алдына минус қоюды ұмытып кетпейміз.
Бесіншісі бөлшектің бөлімінде 5. 7-ге 5-ті көбейтсек 35. Алымындағы 3 пен 38 болады екен. Көбейту 4-ті бірден бөліміне жазып өрейін 1. 38-де 4-те екеуі де 2-ге қысқарады. 38-де 2-ге бөлсек бізде 19 болу керек, 30, точно шығардым, 38 бөлу 19, мұнда 2. Сонда минус пен минус көбейтіліп плюс болады. Бөлшектің бөлімінде 10, мұнда 19, немесе бұл 1,9. Алтыншысы бізде бөлшектің бөлімінде 4. Біз 18-ді көбейтейік 4-ге, ол бізде 72. 72-ке алымындағы 3-ті қосамын, 75. Көбейту деймін, негізі бөлу. Бөлшектің бөліміне 3 жазамын. 75 пен 3 қысқарады, 25. И бөлшектің бөлімінде 4 бар, және алымында 25 бар. Мұна минус пен минус көбейтіліп плюсқа айналады. Бұл бізде 6,4-тен 1 болады екен. Әрі қарай бізде номері 514-ші есеп. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Бірінші біз жай ғана минус 8,1-ді көбейтеміз. X-тің орнына бірінші 3-ті қоямын. Яғни мен 8,1-ді көбейтемін 3-ке. Бірісі плюс, екіншісі минус. Онда минус бізде 24,3 шығады. Екінші, дәл осы 8,-1-ді көбейтейік минус 0,9-ға. 8,1 бізде көбейту 0,9. Бұл бізде плюс 7,29 шығады екен. Екіншісі кейін бізде минус 6,5-ті бөлеміз 1,3-ге. Яғни 6,5 бөлу 1,3. Ол бізде минус 5 шығады. Келесі минус 6,5-ті бөлемін 5,2 ғой. 5,2-ні бөлеміз 1,3-ге. Яғни мен 52-ні бөлемін 13-ге де ойласам болады. Негізінен жауабы бізде 4 шығады. Келесі минус 8,5-ті x-қа бөлем. X бізде біріншісі 1,7. 85-ті 17-ге бөлемін де ойлаймын. Ол бізде минус 5-ке тең екен. Келесі минус 8,5-ті бөлеміз минус 5-ке. 8,5-ті, жаңағы ұқсайды ғой, дәл. Бөлеміз 5-ке, бұл жерде бізде плюс 1,7. Келесі төртіншісі минус 4,5-ті бөлеміз минус 1,8-ге. 45-ті 1,8 бізде 2 рет бар, 2,5-ге. Келесі 9 ғой, 9 бөлемін минус 1,8-ге. 90-ды бөліп көрейік, мысалға 18-ге, бізде негізінен 5 шығу керек, бірақ бізде минус 5 шығады екен. Келесі бізде номер 515-ші есеп. Біріншісі, мұнаны бұрыс бөлшекке айналдырайық, минус деймін. Бөлшектің бөлімінде 2 бар. 2-ні 2-ге көбейтсем 4, алымындағы 1 мен 5 екен. Бөлу деймін. Бөлшектің бөлімінде 3. 3-ті 3-ге көбейтсек 9, 9-ға 1-ді қоссақ 10. Тең минус 2, бөлшектің бөлімінде 5. Көбейту деймін. 10-ды бөліміне 3-ті алымына жазам. 5 пен 10 қысқарады. 5-ті 5-ге бөлсем 1, 10-ды 5-ге бөлсем 2 екен. Минус 4 бөлу 3. Немесе бұл минус 0,175-ке тең екен. Екіншісі бізде минус бөлшектің бөлімінде 3 бар. Әрі қарай 4-ті 3-ге көбейтсем 12, алымындағы 2-ні қоссам 14 бөлу деймін. Бөлшектің бөлімінде 6 бар. 1-ді 6-ға көбейтсем 6, алымындағы 1-ді қоссам
минусы бар 7 екен. Тең деймін минус бөлшектің бөлімінде 3 бар, алымында 14 бар. Көбейтуге алмастырамын. Сол үшін 7 мен 6-ның орнына ауысып түседі. Мында 2, мында 1. 3, так, мында 2. Сонда бізде плюс 4 шығады. Келесі үшіншісі бөлшектің бөлімінде 8. 3-ті 8-ге көбейтсек 24. Мана 3-ті қоссам 27 шығады екен. Бөлу деймін. Бөлшектің бөлімінде 4 бар. 2-ні 4-ге көбейтсек 8. 8-ге 1-ді қоссақ 9, бірақ алдында минусы бар. Тең деймін бөлшектің бөлімінде 8, алымында 27. Көбейту деймін минус бөлшектің бөлімінде 9, алымында бізде 4 екен. Енді қысқартуды орындайық. 8 мен 4-ті 4-ке бөлсем 1, 8-ді 4-ке бөлсем 2 қалады. 27 мен 9-ды қысқартсам болады. 9-ды 9-ға бөлсем 1, 27-ні 9-ға бөлсек 3 қалады екен. Сонда тең минус бөлшектің бөлімінде 2, алымында 3. Минус 1,5. Келесі бізде 4-ші. Минус бөлшектің бөлімінде 2. 7-ні 2-ге көбейтсем 14, алымындағы 1 мен 15. Бөлу. Әзірге бөлшектің бөлімінде 4 бар. 3-ті 4-ке көбейтсек 12, алымындағы 3-ті қоссақ 15. Тең деймін минус. Мында 2, мында бізде 15. Көбейту деймін. Бөлшектің бөлімі мен алымдардың орнына ауысады 4. Қысқартуды орындаймын. 2-ні 2-ге бөлсем 1, 4-ті 2-ге бөлсем 2. 15 пен 15 бірдей сандар қысқарады. Минус 2 екен. 5-шісі бізде минус бөлшектің бөлімінде бізде 9. 9-ды 5-ке көтсем 45, алымындағы 4 пен 49. Бөлу деймін. Минусы бар алдында бөлшектің бөлімінде 3. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, алымындағы 1-ді қоссақ 7 екен. Тең минус. Так, бөлшектің бөлімінде 9, бізде 49. Көбейту деймін. Көбейтуге алмастырғаным себепті 7 мен 3-тің орнына ауысады 7. Мында 3, алдында минус бар. 9 мен 3-тің қысқарады. 9-ды 3-ке бөлсем 3, 3-ті 3-ке бөлсем 1. 49, 49-ды 7-ге бөлсем 7, 7-ні 1-ге бөлсем, 7-ні 7-ге бөлсем 1 екен. 7 бөлімінде 3. Минус пен минус көбейтіліп плюс болады. Бұл бізде 2,3-тен 1 шығады. 6-шысы бөлшектің бөлімінде 3. Алымын 9-ды 3-ке көбейтсем 27, алымындағы 1-ді қоссам 28. Бөлу деймін. 9. 6-ны 9-ға көбейтетін болсақ бізде 54 шығатын еді ма? Оған қосамын алымындағы 2-ні қосамын 56. Алдында минусы бар. Тең деймін. Бірінші бөлшек өзгермейді. Екінші жай бөлшек өзгереді. Көбейту деймін. Алдында минусы бар. 9 алымына 56 бөліміне жазылады. 56 мен 28 қысқартсам болады. 28-ді 28-ге бөлсем 1. 56-ны 28-ге бөлсем 2. 3-ті 3-ке бөлсем 1. 9-ды 3-ке бөлсем 3 екен. Минус бөлшектің бөлімінде 2, алымында 3. Минус 1,5 шығады екен. Әрғарай бізде номер 516 есеп. Қыздырылған сұйықтықты суытқанда 3 минутта оның температурасы минус 15 градусқа өзгерді. 1 минутта ше дейді. Онда біз жай ғана 15-ті бөле салады екенбіз 3-ке. Онда бізде минус 5. Яғни 1 минутта минус 5 градус болады екен. Әрғарай бізде номер 517 есеп. Теңдеуді шеш дейді. Біз теңдеуді шешу үшін мында біріншісі минус 1,122 көбейтілген x тең 6,1. Мен жай ғана 6,1-ді бөлемін 1,122-ге. Ол бізде x тең 6,1 бөлу 1,122. X тең минус 5. Екіншісі бізде
минус 8,9 көбейтілген минус x тең 11,57. Мен 11,57-ні бөлемін 8,9-ға. Сонда бізде x тең негізден минус шығу керек, бірақ 1,3 шығады. Үшіншісі бізде 9,6-ны көбейтемін минус y-ға тең минус 43,2 шығу керек. Демек, мен 43,2-ні бөлемін 9,6-ға. Y-іміз тең болады екен бізде минус 4,5-ге. Келесі төртіншісі минус 5,3 көбейтемін x-ға тең 2,165 екен. Мен 2,165-ті бөлемін 5,3-ге. Онда x-іміз тең болады минус 0,5. Әрғарай 5-шіміз 0,3 көбейтемін минус x тең минус 2,134-ге. Мен 2,134-ті бөлемін 0,3-ге. Демек, 2,134-ті біз 0,3-ге бөлсек, x-іміз тең минус 7,8 шығады. Келесі алтыншысы минус 6,1-ді көбейтемін y-ға тең 19,152 шығу керек. Онда y-ті табу үшін 19,152-ні бөлемін 6,1-ге минусы бар. Y тең, онда мен 19,152-ні бөлемін 6,1-ге. Онда бізде y-іміз минус 3,2-ге тең болады екен.